Менің аты жөнім Алибекова Назира. Мен Төлеухан Ақылжанның анасымын. Ақылжан қазір 5 жаста. Ақылжан 3 жасынан бастап мен байқадым. Бойынан жаңа задержка речи дейді ғой, ЗПР байқалды. Сол жылдан бастап, біз 3 жасынан бастап Ақылжанмен центрларда РДЦ, сонымен қатар BI Жұлдызай центрларына келе бастадық. BI Жұлдызай центрі туралы мен интернеттен, Инстаграм желісі арқылы көрдім. Қандай достижение, балалардың көрсеткіштері бар, динамикалары бар, таныс ата-аналардың балаларынан қандай динамикасы жақсы жаққа өзгергені туралы көрдім. Сондықтан мен биылғы жылда Ақылжанды реабилитацияға қабылдандық. ЛФК жаттығуларын жасадық, массаж, вакуумный массаж, дефектолог пен трудотерапия жұмыстары жасалды. Осы күнге дейін 1,5 айдың ішінде, шілде айының орта кезінде мен Ақылжаннан өсу динамикасын байқадым. Себебі Ақылжан аутистический черталарынан өзгерістер байқалды. Көзге тура қарау, Ақылжан обращение бар ғой, сол кезде маған анасына қарай бастады. Мама, папа, ата, әже сөздерін қайталай бастады. Звуктар, қандай да бір алфавит арқылы звуктарды қайталай бастады. Бұған дейін ондай бізде көрсеткіштер болмаған. Осы 1,5 айдан кейін бойынан динамикалық өзгерістер көрінді. Көптеген динамикалық өзгерістер. Чуть спокойный стал. Біз томатисқа бардық, бірінші курсын аяқтадық. 16 күннен кейін, бір аптадан кейін томатистің көрсеткіші шығар деп ойлаймын. Балам жақсы ұйықтайтын болды түнде. Бұрынғы таңда ол түнгі 3-4-ке дейін ұйықтауы нашар еді. Ұйықтамайтын, гиперактивный болды. Осы томатистан кейін бізде гиперактивность кішкене уменьшился, спокойный болып, адамға обращение, инструкции начал выполнять. Например, аяқ киімін өзі шешіп, өзі жинап қоюды, қолына қасық ұстау, тамақ ішуді. Бірдеңені істегенде болмайды, болады. Инструкция арқылы на обращение он начал реагировать. Мен өз басым BI Жұлдызай реабилитационный орталығына жоғарғы ашып отырған осы центрді басшыларға, спонсорларға, осы реабилитацион центрдің невропатолог, логопед, эрготерапевт, ЛФК инструкторларына, массаж жасаушы инструкторларға өте көп алғысым шексіз. Себебі мен балам осындай 2-3 айда осындай динамикалық жақсы өзгерістерге ие болып отыр. Қаншама занятиялардан кейін өзін өзгеріп, жасына сай өз-өзін ұстай бастады. Енді алдағы таңда кішкене звуктар келді ғой бізге. Енді алдағы таңда осы 5,5-6 жасқа дейін, ала жасы 6 жаста бірінші классқа барамыз, нолевой классқа. Соған дейін Ақылжаным реч одан әрі, сөздік қабілет одан әрі дамып, сөйлеп кетсе деген ойдамын. Осы динамиканың бәрі алда өзгерістер енгізеді деп ойлаймын. На данный момент мы имеем. Он произносит слова, он повторяет, он выполняет простые инструкции, он просит, выражает просьбу, здоровается, прощается, выполняет простые инструкции наших специалистов, взаимодействует. Да, он пошел на коммуникацию, он пошел на контакт. И он теперь понял, что если ему что-то надо, то он может это попросить, не кричать, не плакать, не драться, а просто подойти и попросить.